Кез келген дүние өзінің тарихымен қымбат. Ромео мен Джульетта басталмас бұрын жастар театры өзінің ерекше ыстық естеліктермен бөлісті. Анау Нұрғанаттың жарғанаттарды кейбіреулер 15 жылда жастар театры Шекспирдің 2 шығармасын сахналап еді, енді бүгін 3-шісінің кезегі келіп тұр екен. Театрдың 15 жылдығы, өзіңіздің 75 жылдығыңыз, неге дәл осы мерейтойға Шекспир таңдалды, Ромео и Джульетта таңдалды? Шекспирді өзім өте жақсы көремін. Бұл вообще әлемдегі драматургияның ең шыңы Шекспирдің шығармалары. Бұдан актерлар, жас актерлар міндетті түрде өту керек. Бұл үлкен мектеп. Сөйлеудің мектебі, өзіңіздің жанының түсінудің мектебі өте ыңғайлы және қоюға да ыңғайлы. Қиын әрине, бірақ ыңғайлы. Мына қиялға ерік береді. Қиялға ерік бергені сонша, сонау Веронадағы Монтекки мен Капулетти сақтарға айналып, мына резеңке доңғалақтар біресе тұлпарды, біресе орды, біресе көрді алмастырды. Киносын көреді, спектакльдерін көреді, содан копировать етуге тырысады адамдар деген. Мен өз басым үшін керек көрдім, киноларын көрдім. Леонардо Ди Каприоның ойнағанды көрдім 98 жылғы. Өзім үшін көрдім, салыстырмалы түрде. Бірақ ешкімді копировать етуге тырыспадым, өйткені менде ондай қасиет жоқ копировать ету. Мен өзім шыңғыс ретінде қалай қабылдайтын едім осы ситуацияны қазір болып жатқан. Содан кейін оның бәрін ішкі бәрін түсіргеннен кейін 16 жасқа уже көше бастадым. Қызықтырып қойдыңыз ғой. Қазір мен Джульеттадан сұрап келейінші, сіздің қандай Ромео екеніңізді. Шыңғыс өте романтик жігіт. Шынымен де екеумізде де андай балалық керек қой, өйткені 13-14 жастағы Ромео Джульетта. Сол жағынан мен партнердан қателеспеген сияқтымын. Себебі ода біріншіден Ромео романтик, екіншіден бала. Біз кәдімгідей жалпы жұмыс жасағанда бір-бірімізді жақсы түсінеміз. Джульетта сізді мақтап жатыр ғой. Ой, мақтағанда біріміз мақтай береміз ғой, не жалпы. Не деп мақтады деп ойлайсыз? Не деді? Сіз айтыңыз. Енді мен білмеймін ғой, не деп мақтады деп. Шаш үлгісін жақсы деген шығар мүмкін. Сізді қайдам, бірақ досыңыз Меркуцо шашымен мақтанса болады енді. Және шашымен ғана емес. Мен өмірде өзім өте жұмсақ адам, ал Меркуцо деген ол батыр жігіт, әрі өте энергиясы ішіне сыймай жүрген батырдың ішіндегі сондай батыр ғой кішкене. Сосын қалай шығардыңыз ол рөлді, өзіңізде болмаса ондай дүние? Хамзат Чимаев деген швейцарский боец бар, UFC-де. Көп нәрсе алдым содан. Тағы 2-3 нелер бар, боецтер, солардың қылықтарын, нелерін, кішкене солардың ұстанымдарын өз рөліме көп көмектесті. Көп сәйкес келеді көбінесе. Меркуцоды емес, Хамзатты көрейін деп тұрмыз ғой, онда. Жоқ, Меркуцо. Өйткені әр актердің өзінің қолтаңбасы бар. Сол себептен мен одан прототип болғанмен әркім өзінің почеркісін жасайды. Солай жасады. Дегенмен дәл осы Меркуцо мен Тибальттың шайқасы өте шынайы шықты. Екі кейіпкер нағыз қызуғанды италиялықтардың, сақтардың жау жүректігін көрсете алды. Гүлжан апай, спектакль қалай екен? Бұл жерде бір мистика да бар. Бұл жерде бір эхо сияқты бір. Ерекше шешім, ерекше музыка, ерекше би, ерекше ойнайды, ерекше сөйлейді, маған қатты ұнады. Айтып қояйық, Гүлжан апай, негізі қаталсыншы. Қатал сыншыға ұнағанымен мен түсінбеген бір мәселе бар. Басқа көрерменге де түсіндіріп берсін, режиссерден сұрайық. Ромеодан гөрі Джульетта батылырақ шыққан сияқты көрінді. Дұрыс, мен әдейі сол Джульеттаға, қыз балаға, өйткені Джульетта 11-12-де. Ол қыз әлі үлкейіп, ержеткен емес, әлі балалық. Алғашқы жақсы көріп қалған, ол махаббат екенін де түсініп отқан жоқ оны. Бірақ жүрегі тұрсылдап сала берді.
инициатива сол жақтан мықты болып келген Ромео одан кейін шатасып қалды. Ана қыз өзі жүгенді қолына алғаннан кейін ана не істерін білмей қала Ромео осыны әдейі жасадым мен. Жасөспірім Джульеттаның Ромеоға көзсіз ғашықтығын ақылға салсақ, махаббат екінің біріне бұйыра беретін сезім болар еді. Албырттықты алдымен махаббат кешіреді. Бүгінге дейін жетсе, демек уақытта мойындайды.